Бүгін сіздермен дәмі керемет, дәмді болып шығатын жұмсақ бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздерден тек бір өтінішім бар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 300 грамм сүзбені саламыз және оның үстіне 200 грамм шекер қосамыз. Және 2 жұмыртқа, кез келген 20% қаймақтан 2 ас қасық қаймақ саламыз. Және осы қосылған қоспалардың барлығын жақсылап тұрып, вилкамен араластырып аламыз. Себебі барлығы біркелкі массаға айналуы қажет. Осы массамыздың үстіне ерітілген сары майды қосып, тағы да біркелкі масса шығу үшін жақсылап тұрып вилкамен араластырамыз. Сүзбеміздің ішіндегі түйіршектері жазылу үшін миксермен де жақсылап араластырып алған дұрыс. Және де осы массамыздың үстіне ұнды електен өткізіп қосамыз. Ұнны електен өткізіп жатқан кезде араластырмастан бұрын қопсытқышымызды салып аламыз және венчикпен немесе лопаткамен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Біраз араластырып болғаннан соң жақсылап тағы да кем-кетіс ұнымызды қосып, қолмен қамырды жұмсақ етіп илеп аламыз. Жақсылап үйін қандырып, илейміз, ұнды сеуіп, бірақ қамырымыз қатты болып қалмау керек. Қолға кішкене жабысатындай болады, себебі ішінде оның жұмыртқасы да бар, және оны жұмсақ болып тұру үшін пакетке салып тоңдырып қоямыз. Ал сіздер маған егер тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, және лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дайын болған қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті жақсылап тұрып, дөңгелектеп қамырды илеп қоямыз. Және бізге ыңғайлы етіп, дөңгелекше етіп жайып шығамыз. Шеті қалың, ортасы жұқа болып кетпеу керек. Қамыр жұмсақ болғандықтан жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан жаймендеп, абайлап, ұстап жаюымыз керек. Қатты жұқа қылмаймыз, қатты қалың қылмаймыз. Және осы дөңгелектеп алғаннан кейін, жайып алғаннан кейін өзімізге ыңғайлы пышақпен немесе кескішпен видеода көріп отырғандарыңыздай етіп кесіп аламыз. Және әдемілік, сәндік үшін арасына мак қоссаңыздар болады. Егер болатын болса, шоколад қосуға да болады. Негізі мен шоколадты қосқанмын, тағы да бір балаларына білмеймін, видеоға түспей қалыпты. Шоколад қосылғаны да, мак қосылғаны да өте дәмді болып шығады. Және осы видеода көрсетіліп тұрғандай жалпақ жағынан бастап дөңгелектеп қоямыз. Дөңгелектеп біздің бәліштеріміздің формасын шығарамыз. Яғни бізде рогаль, круассан сияқты пішінде болады. Енді дайын болған осы пішінде бәліштеріміздің барлығын бір шетке қойып, табамызды дайындаймыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп болған соң, ыдысқа шекер салып, жаңағы біздің бәліштерімізді шекерге аунатып, ыдысқа қойып шығамыз. Және қызып тұрған пеште 180 градуста 30 немесе 35 минутқа қойып, әр адамның өзінің пешінің қызуына байланысты пісіріп аламыз. Ал ендеше дайын болған бәліштерімізді пешке салайық. Кішкене уақыт күттік. Ал міне біздің әдемі булочкаларымыз дайын болды. Қарап тұрған болсаңыздар, біз бетіне ешқандай жұмыртқа жақпадық, шекер салғандықтан. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп үлгермеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып
үлгеріңіздер. Мен осындай рецепттермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Ал астарыңыз дәмді болсын.